Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Ақжайық арнасының эфирінде ғибарат бағдарламасы. Бүгінгі ғибаратқа арқау болып отқан тақырып ислам дініндегі әйел мәртебесі жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының пәтуа бөлім меңгерушісінің орынбасары және республикалық ақпараттық насихат түсіндіру тобының мүшесі Аманкулов Хасан Ташайұлы. Хасан аға, студиямызға қош келдіңіз. Жоғарыда айтқандай, мына ислам дініндегі әйел мәртебесі жөнінде сөз қозғасақ деп отырмын. Өзіңізге белгілі әртүрлі пікірлер айтылады. Бірақ бізге мына ислам тарихынан жалпы ислам діні әйел мәртебесін ардақтамаса, ол қорламайтын дін екені белгілі. Дей тұрғанмен қоғамда әртүрлі пікірлер бар. Жалпы осы ислам діні әйел затына қалай қарайды? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бізде ислам діні жалпы әйел кісін қадірлейтін, сол құрметтейтін дін. Осы ислам діні келген егер уақытта біз соған бір назар аударатын болсақ, ол кезде адамның жалпы соның ішінде әйел кісінің тіпті ешқандай бір қоғамда орны болмаған, оның құқы тапталған, аяғы істетілген, оны адам ретінде қарамаған. Тіпті басқа діндерде де бұл жағдай байқалған, басқа діндерде де бұлардың жағдай ол мәз емес. Өйткені мынау бізде малды құрбандыққа шалған сияқты, кейбір діндерде әйелді құрбандыққа шалатын жағдайлар болған. Мынау араб елінде, осы Мекке тұрғындарында көп әйелділік өте әуж алған кез болған. Өйткені ол көп әйел дегенде ол 2-3 әйел емес, тіпті 10, 20, 100 әйелдерді алған. Тіпті бір рет үйленіп, кейін мүлдем қарамай кеткен осындай жағдайлар болған. Тіпті мынау қыз дүниеге келетін болса, содан арланып, мынау ертең біреудің сол осындай бір аяғы істетілетін, біреудің үйінде қор болатын осындай қыз тапқаннан, бұндай қыз болмағаны жақсы деп ұялғаннан ешкімге айтпай соны көміп тастайтын болған. Немесе жасы бір 5-6 жасқа толған кезде де соларды тірідей осы жерге көмген осыны жағдайлар тарихта айтылады. Енді бұндай әйел кісіге деген бұндай жауыздық, енді бұдан артық жауыздық жоқ шығар деп ойлаймын. Міне сол кезде мына ислам діні келді. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам Алла тарапынан пайғамбар деп бекітілді. Сөйтіп Алла Тағаланың сол үкімін сол адамдарға айтқанда, осы әйелдің құқығы туралы айтқан кезде, бұл жерде әйелдер кәдімгідей бұл осы дінді өте бір мейірімділікпен, өте бір жақсы бұны ашық жүзбен соны қарсы алды. Біраз әйелдер осы дінге кіруіне сол нәрсе себеп болды. Аммар ибн Ясирдің әйелі осы ұлы Аммардың осы ислам дініне кіргеніне әуелде сәл қарсы болып еді. Бірақ сол Аммардан осы ислам туралы естіген кезде, сол әйелдің тіпті қыздардың сол исламдағы орны туралы айтқан кезде, ол бірденнен исламды қабылдап жіберді. Міне ислам діні келіп, бұл ер адамның құқығы қалай, әйел кісінің құқығы қалай болады, ерлі зайыптылардың, міне соның бәрін бекітіп, айтып, соны шариғатта соны орны бекітілді. Ислам дінінде мынау ер мен әйел екеуі тең құқықты. Өйткені әрбір адам баласы ислам дінінде өмір сүруге қақысы бар. Бұл адам баласы. Ол ер бола ма, әйел бола ма. Одан кейін ер адамда, әйел кісіде еңбек ету құқығы бар оларда. Білім алу құқығы бар. Тіпті мынау сахабалардың арасынан, әйел кісілердің арасынан білімді, сондай ғалым әйелдер шыққан. Оның ішінде мұны пайғамбарымыз алейхиссаламның жұбайы сол Айша анамызды мысал ретінде айтуға болады. Айша анамыз сол ең пайғамбарымыз алейхиссаламнан, пайғамбарымыздан көп хадис жеткізген сол
ғалым әйелдердің бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін де тіпті еркек сахабалар да, еркек сол табиғиндер де сол Айша анамызға келіп хадис сұрайтын, ілім сұрайтын, ақыл сұрайтын. Міне, сондықтан бұл егер ілім оқимын десе, ислам діні әйел кісіге қарсы болмайды. Еңбек етемін десе, ол қарсы болмайды. Сонымен қатар мынау бұл қыз баланың балалардың несі, нәпақасы ер адамның мойнында болады. Мысалы, шариғат бойынша мынау әке немесе әкесі болмаса, ол ер азамат, ағайын, сол әйелді сол нәпақамен қамтамасыз ету міндет. Ал енді ол күйеуге шыққаннан кейін ары қарай оны нәпақамен күйеуі қамтамасыз етеді. Егер мысалы қыз бала мысалы 20 жасқа немесе одан да 30 жасқа келіп әлі тұрмысқа шықпай жүр, оны әке нәпақамен қамтамасыз етеді. Киімі, тамағы әкесінің немесе оның бауырының мойнында болады. Міне сондықтан бұл әйел кісінің, бұл әйел кісіге деген бұл құрмет, исламдағы құрмет. Енді мысалы намазда, ғибадатта да әйел кісіге жеңілдік берді. Мысалы әйел кісіде мысалы үзірлі жағдайлар болады. Мысалы үзірлі жағдайларда мысалы бала туғанда нифас қаны келеді, немесе әр ай сайын мысалы ол хайыз етек кірі болады. Мына сол кезде әйел кісінің мойнынан намаз оқу тоқтайды. Мысалы ол кезде әйел кісі намаз оқымайды. Сол оқымаған намазын кейін ол қазада етпейді, қазасын оқымайды. Сол кезде ол ислам діні, шариғат оған жеңілдік берген. Ал Рамазан айында, егер Рамазан айында ер адамды, әйел кісі де ораза ұстайды, бірақ сол үзірлі жағдайда сол мерзімде әйел кісі оразаны тоқтатады. Бұл не үшін? Өйткені ол кезде өзі қиын кезең. Сондықтан ғибадатты да тоқтатуға шариғат осындай келісім берген. Сондай-ақ мысалы әйел кісі мысалы балалы болғанда ол баланы асырау, бұл негізі әйелді де бала шағанды асырау бұл ер азаматтың міндеті. Ер азамат бұл әйел кісінің бала шағаның қорғанышы, ол қамқоршысы болып саналады. Бұл дегені, бұл ер азаматтың оның үстемділігі емес, оның жауапкершілігін көрсетеді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, сендердің ең жақсыларың, ер азаматтарға айтады, сендердің ең жақсыларың ол сол өз отбасына, әйеліне, бала шағасына жақсы мәміле жасайтын, жақсы қарым-қатынас жасайтын, олардың дер кезінде нәпақасын беріп, сол олардың амандығы, тыныштығын қамтамасыз ететін ер азамат ең жақсы ер азамат деп пайғамбарымыз алейхиссалам осылай бағалаған. Хасан аға, сөзіңіз аузыңызда, мына әрине енді ислам діні әйелдің ерекше мәртебе бергенін айтып кетіп жатсыз. Мен де бір оқиға есіме түсіп тұр. Осы бір өзге басқа елде өзім болдым, бір басқа дін өкілінің адамы сабақ беріп жатқан осылай. Сонда бір сол басқа діннің өкілі осы исламдағы әйел жөнінде, исламдағы мына әйелдің құқықтарының шектеледі деген сияқты кейбір мәселені айтқанда, әлгі мұғалімнің өзі исламды жақсы білетін болып тұр ғой. Сол кісі айтады жаңағыдай, ислам олай айтуға болмайды. Ислам сіздің дініңізде өзін ұстанып тұрған дінді. Мен енді айтпай-ақ қояйын қайдың. Сол 18 ғасырға шейін қасиетті кітаптарына әйел адамдарға қол тигізуге болмайды екен. Әйел адамдары қасиетті кітаптарын оқуға, оқуына болады, ұстауға қол тигізуге болмайды. Ислам дінінде келе салып кез келген әйел адам дәреті болса, қасиетті кітаптарын оқып, ұстап, өзін сондықтан ана сол кезде әлгі қыздың да, мен отырмын сол бір лекцияда болып, былай айтқанда аузына құм құйылып, ешқандай уәж айта алмай қалды. Бірақ
Бұл енді әрине ислам дінінің ерекшелігі. Қазіргі таңда мынандай бір жаһандық үрдісте бір қозғалып жүрген мәселелері бар. Мына феминизм мәселесі болмаса, мына исламский феминизм деп жатады, басқа мына кейбір елдерде, мына Франция, Канада, Америка сияқты кейбір елдерде, Еуропаның мешіттер бар. Мешітте әйел азаматшалар имам болып қызмет жасап жатқан мешітте бар. Енді білетін боларсыз. Сонда шариғат бойынша біздің енді жалпы түсінігімізде, енді өзіміздің көріп өскен көзімізде имам енді ер азамат болады ғой. Әлгі мешіттерде әйел азамат имам, артында әйелде тұра береді. Осындай құбылыстар белең алып бар, енді көп болмаса да әлемде осындай бір пікір талас бар екен. Осыған жалпы көзқарасыңыз қалай? Жалпы біздің шариғат бойынша имамдыққа тек ер азамат қана имамдыққа өте алады, имам бола алады. Ал енді әйел кісі бұл имам болып, артында ер азаматтың намаз оқуы, соған ұйып намаз оқуы біздің шариғатымызға тура келмейді. Бізде мынау намаз оқыған кезде, егер жамағат намаз оқитын болса, оның тәртібін бізде айтып өтеді. Бірінші имам тұрады, имамның артында ересек азаматтар, ер азаматтар тұрады. Ер азаматтардан кейін сәбилер тұрады дейді. Сәби ұл балалар, кішкентай, әлі балиғатқа толмаған. Міне одан кейін әйелдер тұру керек дейді. Әйелдер. Бұл деген енді олардың құқығын шектеу емес. Мынау өйткені ер мен әйелдің арасында, бөгде ел мен бөгде әйелдің арасында бір арақашықтық болу керек. Өйткені біздің дінімізде ер азаматтың бөгде бір әйел кісіге назар салуы, немесе әйел кісінің ер азаматқа бұлай қарауы, ол негізі ол дұрыс емес. Оны дініміз құптамайды. Міне сондықтан сәл осындай жағдай туындамасын деп, әйел кісілерді жеке осындай сәл қатардың соңына қойып жатады. Бірақ бізде қазір мешіттерде ол арнайы сондай бөлімшелер ашылып жатыр, бөлмелер, немесе жеке оларды сол кіріп ер азаматтардан бөлек қоршалған осындай бұрышта намаз оқуға осындай мешіттерде жағдай жасалынады. Сонымен қатар мынау әйел кісілер бізде мұра алуға қақысы бар. Мысалы, әкесі қайтыс болса, шешесі қайтыс болса, ол мұра бөлінеді. Мұра бөлінген кезде ол жерде ол балаларда, оның қыз балаларында да тең бөлінеді. Ол қыз бала мысалы басқа күйеуге тисе де, ол отауы бөлік. Бірақ сонда да бұл жерде ол ескеріледі. Соларға бірінші, оларға да бөліну керек деп айтылады. Бірақ мынау мұрада бұл жерде ер балаларға көбірек. Бірақ әйел кісіге азырақ. Бұл жерде кейбіреулер пайдаланып, осы жерде де сәл төмен көріп жатыр, әділетсіздік. Мынау әйелдердің, олардың ер адамдардың алдында құқық сәл төменірек деген бір нелерді айтып жатады. Жоқ, өйткені бұны исламның қалай түсіндіреді? Өйткені ер адам ол отағасы. Ол бүкіл бір семьяны, отбасыны бұл қамқорлық жасайтын, напақа беретін азамат бұл. Ал әйел кісінің өзінің оның қамқоршысы бар. Ол бұлай қарағанда, егер осы көзбен қарағанда, онда бөлінбесе де, ол әділетсіздік деп айта алмайтын едік. Өйткені ол алмаса да оның күйеуі бар ғой, оны қарайтын, оны асырайтын күйеуі бар. Жоқ, егер оның асыраушысы күйеуі болса да, бірақ әкесінің мал мүлкінен оған үлес бөлінеді. Бұл жағынан бұл әділдік деп есептеуге болады. Сосын мынау ғибадат мәселесінде біздің шариғатта әйел кісінің мешітке келуін дініміз көп құптай бермейді. Өйткені айтады, әйел кісінің үйде намаз оқығаны мешітте намаз оқығаннан қарағанда ол абзалырақ дейді. Бұл жерде де оның құқығын шектеу, оны мешітке кіргізбеу, жолатпау мақсатында емес. Өйткені уақытты бөліп мешітке барып намаз оқу, бұл да бір ыждағат талап етеді. Уақытты
талап етеді. Мына бұл кезде әйел кісінің үйде шаруашылығы өзі жеткілікті. Сондықтан әйел кісінің осы жағдайын ескеріп, ол мешітке бару қажет емес, ол үйде де ғибадатын атқарса болады деп шариғатымыз осыны айтып өтеді. Одан кейін мынау ғибадатта ер адамдар жиналса жамағат болып намаз оқиды. Бірақ әйел кісілер бұл жеке намаз оқығаны жиналып намаз оқығаннан абзалырақ дейді. Өйткені ер адамдар жиналып бір имам болады да, қалғандар оған үйіп намаз оқиды. Ал енді әйел кісілердің бұлар жиналуы біздің шариғатымызда мәкрух деп қарайды, дұрыс емес. Өйткені әйел кісілердің табиғаты сондай. Олар әңгімелескісі келеді. Оларда мысалы, егер жанжал туындайтын болса, оны басу өте қиын. Міне осындай жағдайлар туындамау үшін, соның алдын алу үшін мақсатында бір хикмет, даналығы осында. Ғибадатта да әйел кісілердің басын қосуды шариғат көп құптамайды. Олардың жеке-жеке намаз оқығаны абзал дейді. Одан кейін жиналып намаз оқу бір-бірін күту керек, бір-бірін таңдау керек. Бұл жерде де біреуді әйелдердің арасында сен имам боласында біреу таңдаса, басқа біреу, олардың табиғаты сондай ғой. Неге ол имам болды, мен имам болуым керек деген осындай бір түрлі жағдайлар туындауы мүмкін да. Міне осы жағдайлар болмау үшін жамағат болып оқыса да намаз болады, бірақ дегенмен бұлай жеке оқығаны абзал деп. Бұл оларға жасалынған бір жеңілдік деп қарау керек. Енді мен жаңа сөзім басында айттым, мынау жалпы енді өзімізге белгілі, енді әйел азаматтар бізде жаңағыдай өзіңіз айтқандай шариғат бойынша мына жаңағыдай кейбір осы енді қазір жаһандық заман ғой, енді ақпарат тез тарайды, интернет болсын, басқа мына кейбір сондай мешіттерге мен ойлаймын, жаңағыдай кейбір Еуропадағы, кейбір басқа да сондай әйел азаматшалардың имамға өтіп жатқанын мен сол мысалы біздің олардың қандай уәжі бар екен деген мәселеде мен бір қарағам, соларды мына Әл-Асқар университетінің докторларымен пікір таласқан өздерінің несі, мына канадалық бір әйел кісі имам, өз сириялық араб келіншек екен жаңағыдай. Олардың да уәжі айтады, ол ешқандай шариғатта, пайғамбардың хадисінде, Құранда әйел имам болмасын деген не жоқ. Бұл фақихтардың, ислам қағидасын шығарған адамдардың ойлап тапқан дүниесі. Ол бұлай қатып қалған. Жаңа сіз өзіңіз айтқандай, пайғамбардың кезінде жалпы мешіт болды, жаңағыдай имам болды, жамағат, кіші балдар, әйел бәрі бір залда болды ғой, бұл айтқанда. Қазіргідей бөлек бөлме болу деген нәрсе негізі ол кісілердің де уәжінде бұл шариғатта да жоқ дүние дейді. Қазіргідей әйел адамдардың бөлек кіріп шығуы басқа, бұл ислам. Мүмкін мен ойлаймын, осындай енді әрине біздің дәстүрлі өзіміздің мына 4 мазхабтың шеңберінде, мына біздің ханафи мазхабында жүрген енді ондай құқықты шектемейтін белгілі, бірақ кейбір азаматтарымыздың, әйел азаматтардың шектен тыс кейбір құқықтарын шектеп тастағандықтан бәлкім мына Саудияны да өзіңіз білесіз, кейбір жағдайда шектен шығып кететіндігі, жаңағыдай әсіресе әурет жерге байланысты, мүмкін сондайдан бір туындаған реакция дейді ғой, жауап ретінде туындаған бір белең алып жатқан бір жағдайлар екен деп те өзім ойлаймын. Өйткені шынында қарасаңыз, мынау қазір біздің Қазақстанның өзінде де мына ажырасып, талақ мәселесінің өзі кейбір жағдайда бұлай ойыншыққа айланып кеткенінде жағдай кездеседі. Әрине бұл енді біздің мына діндар азаматтар үшін өте ұят нәрсе. Мына намаз оқитын, дінді білетін адам енді ажырасуға болмайды емес, енді болады ғой, енді ол өмір болған кейін түрлі жағдай болады. Бірақ соны өзіңіз жаңағыдай мына шариғатты жаңа айтып отырсыз, кейбір азаматтар жеңіл қабылдап, талақ мәселесінде оңайға шығарып, көшеде қаншама қыздарымыз қалып жатқан жағдай бар. Әсіресе мына кері дұрыс емес ағымда жүрген азаматтар көп жағдайда дінге керісінше мына ислам дінінің мәртебесін асқақтатудың орнына, ислам діні әйел затқа құрметпен қарайтындығын білдірудің орнына, жоқ, сен үйден шығуға болмайды,
Тіпті кейбір азаматтар, мен енді күлкілі болса да айтайын, мына біздің облыстың көлемінде келіннің бетін көрмеген азаматтар бар, жаңағыдай болмайды деп түгел жауап тастайтын. Осындайлармен мына енді сіз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілі болғандықтан, мына мешіттерде немесе мынау сіз басқарып отқан мекемелерде жұмыс жасап отқан жұмыс жүргізді ме? Мына біздің мынау дәстүрлі бағытқа қарай түсіндіру әйел азаматтарын, сол жөнінде айтсаңыз. Қазір енді біздің еліміздің барлық мешіттерінде ол әйел кісілердің мешітке келіп кетуіне ешқандай кедергі жасалынбайды. Оларға енді жеке кіретін, мысалы есік немесе жеке бөлме, оларға ыңғайлы болу үшін де, өйткені мысалы киім шешетін кезде, дәрет алған кезде сыртқы көзге былай түсіп қалуы мүмкін. Осындай, сондықтан енді осындай жағдай болмау үшін ол да керек қазіргі заманда. Қазір оған мүмкіндігіміз де бар. Мешіттеріміз кең. Сонымен қатар бізде ол тек намаз оқу үшін емес, олар білім алу үшін, сауат арттыру үшін де мешітке келіп, сондай курстарға қатысады, сауат ашу курстарына білім алады. Өйткені оны үйде оған үйрететін күйеуінің ондай дәрежесі болмауы мүмкін. Немесе ондай үйде мүмкіндік жоқ. Немесе сол арнайы ұстаз мұғалімнен алғанға жетпейді ғой. Сондықтан бұл діни сауат ашу курсы бізде негізінде осы мешіттерде жүргізіледі. Сондықтан бұл бізде діни басқармада жалпы барынша әйел кісілердің, қыз балалардың діни білім алуға толықтай бұл мүмкіндік жасалынған деп ойлаймыз. Одан басқа бізде сол діни сауат ашу курсында сабақ беретін, діни пәндерден сабақ беретін ұстаздарды дайындайтын арнайы медреселер жұмыс жасап жатыр. Бізде мына Нұр-Мүбарак университетінде қыздардың да сол жерге барып оқуына ондай ашық жол, есігі ашық. Тіпті мемлекетіміз оған арнайы гранттарды бөліп жатыр. Өйткені бізде имамдардан бөлек бізге көбірек осы діни сабақ беретін әйел ұстаздар да өте қажет болып тұр. Өйткені мынау бала тәрбиесімен айналысатын ол ана, ол әйел. Сондықтан ол үйде, ол тәрбиені ол үйде алады. Сондықтан ер адам ол көбінесе көшек үйде немесе жұмыс қызметпен жүретін кезде әйел кісінің, үйде отырған әйел кісінің де діни сауатты болғаны бұл қазіргі уақытта өте бір қажет деп ойлаймын. Өте орынды. Енді яғни қазір бүкіл мешіттерде сол әйел азаматтарға сабақ беретін мұғалім әйелдермен қамтамасыз етілген бе қазіргі таңда? Енді барынша сол үлкен қалаларда ол қамтамасыз етілген. Бірақ енді қазіргі уақытта тіпті имамдар, кейбір мешіттерде әлі имамдарда тапшыл болып жатыр. Бірақ негізінде қазір мынау медреселерде Сарыағаш, Шымкент, Шамалған медресесінде, биыл Астанада да ашылды, сол әйел қыздарды қабылдайтын болды. Сол қыздар оқып, сол болашақ осындай кадрлар, діни пән мұғалімдері қазір дайындалуда. Енді Хасан аға, мен сізден тағы бір сұрайтын мәселе, мына енді сіз патуа бөлімінде жұмыс жасағандықтан, мынау талақ мәселесіне осының қаншалықты жауапкершілігі бар екеніне бір тоқталып кетсеңіз. Өйткені бұны сұрап жатқан бұл әлегіде мен байқауымда қоғамда өзекті болып отыр. Талақ мәселесі, немесе екінші әйел, үшінші әйел алу мәселесі. Сол себепті енді менің түсінігімде әрине жаңағыдай жағдай, бір белгілі шарттар болу керек секілді. Біздің менің білуімде мына өзіміздің өңірде де кейбір азаматтар өзі квартира жалдап жүрген азаматтар екі әйелді екіншісін алып тағы бір квартира жалдап асырай алмай жүріп, ол екіншісі жоқ, содан біріншісімен де айырылып қаншама жағдайлар орын алып жатқан жағдай. Әрине ол бізге көп білінбегенімен де енді бір семьяның, бір үлкен әулеттің, біреудің қызы, ол біреудің апасы, біреудің қарындасы дегендей
Сол мәселеге бір тоқталып кетсеңіз, осы шариғатта үйлену, ажырасу мәселелері қаншалықты маңызды болса? Үйлену ол пайғамбарымыз алейхиссаламның сүннеті. Біздің енді табиғатымызда бұл нәрсе бар. Өйткені адам ата сол Хауа анамызбен бірге сол Алла Тағала жаратты, олардан ұрпақ тарады. Әрбір сол ер азамат сол ер жеткенде үйленуі және қыз баланың сол бой жеткенде сол тұрмысқа шығып, отбасы құруы, бұл біздің табиғатымыздағы жағдай, талап. Ал енді бұл кейбір жағдайларда бұл міндетке айналуы да мүмкін. Егер шынымен адам бойдақтық өмір адамды мысалы күнәға итермелейтін болса, ол кезде ол үйлену керек. Ол ерлі зайыптылар бір-біріне киім іспетті дейді. Сондықтан пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, үйлену бұл менің жолым, кім бұл жолдан бас тартса, ол менен емес деген. Сондықтан бұл алдыңғы пайғамбарлардың бәрі отбасылы болған, сол пайғамбарымыз алейхиссалам да отбасылы болған, және отбасы болыңдар, үйленіңдер деп тіпті бұйырғанда. Сондықтан бұл өте маңызды мәселе. Бұны әрбір ер азамат, қыз бала бұны ойлау керек. Мен осы үйленбеймін, немесе мен тұрмысқа шықпаймын, мен қызмет етемін, мен осыны өсемін, осындай ғылым жолымен жүремін, немесе еңбекпен өзімді көрсетемін деп, бұл үйленуді бұл кейінге қалдыру, ол дұрыс емес. Негізгі табиғатына қайшы? Табиғатына да қайшы, иә. Ал енді үйленгеннен кейін үйлену оңай, отбасы болу қиын дейді. Ол енді өзінің қиыншылықтары бар. Енді сәл бір нәрсеге араздасып, бірден екеуі екі жаққа ажырасып кетуі, ол да құптарлық жағдай емес. Енді түрлі жағдайлар болады, соның бәріне сабыр ету керек. Ақылмен ақылдасып, үлкендердің кеңесін алып, сол біздің өзіміздің қазақтың дәстүрін осы жерде қолдану керек болады да. Осы жерде қазақтың өзіміздің дәстүріміз бар. Сол жолмен сол осы барынша өнегелі осы отбасы болып қалуға тырысу керек. Мен енді кейде бұрынғы біздің ата-бабаларымыз сол осыны айтып жатады ғой, мысалы 50 жыл сол үйленгенімізге 50 жыл болды деп юбилей өткізіп жатады. Немесе осы 40 жыл, 50 жыл деп. Міне нағыз осы азаматтар, нағыз марапатқа лайық азаматтар осылар. Міне қазіргі жастар үйленіп, ертең ажырасып кетіп жатқан жастар өте көп. Ажырасулар қазір біздің қоғамда. Мысалы үйленіп жатқандар 150 мың үйленіп жатқан отбасы болса, соның 3-тен 1-і тағдыры ажырасумен бітіп жатыр дейді. Бұл енді ашынарлық жағдай. Бұл жерде енді бір жағынан бұл дәстүрді білмегендіктен, бұл енді сабырсыздықтан, тағы да басқа себептер болып жатыр. Енді біз осы соның болдырмау салдарымен біз күресуіміз керек, жұмыс жасауымыз керек. Алла Тағаланың халал еткен нәрселерінің ішінде ең жек көретін, жаман көретіні ол ажырасу екен. Талақ деген сөз айтылған кезде бүкіл ғарыш дірілдеп неге келеді, дірілдеп осындай қалтырайды дейді. Сондықтан мынау ажырасуда бұл рұқсат етеді шариғат, бірақ барынша сол оны болдырмауға адам баласы тырысу керек. Енді ажырасудың өзінің жолдары бар. Мысалы, жақсылықпен, оның несі мәһірін беріп, үйленген кезде уәде еткен сол сыйлығын қайтарып, беріп, сөйтіп, енді түрлі жағдайлар болады өмірде. Енді басқа лаж жоқ, басқа жол жоқ, мына осындай кезде сол жақсылықпен ажырасу керек. Ол енді, егер бала шағасы болса, ол бала шағасын, ол бала болса, балиғат жасына толғанға дейін, қыз бала болса, ол тұрмысқа шыққанға дейін соны қамтамасыз ету ер азаматтың міндеті болады. Бірақ өкінішке орай, қазір қоғамда мына алимент төлемей соны қашып жүрген азаматтарда жетерлік бізде. Енді әйел кісі енді болды, ары қарай сол ажырасқаннан кейін айдасы өтеді,
мерзім өтеді де кейін ары қарай енді өзі тағдырын ары қарай өзі қарастырады. Енді барынша бұл ажырасу болмау керек. Біз қоғамда жесір болмайтын, осындай жетім болмайтын осындай мақсатта біз жұмыс жасауымыз керек. Пайғамбарымыз алейхиссалам кезінде, сахабалардың кезінде осы жер дауы, жесір дауы деген мәселе шешілген. Ондай болмаған. Тіпті біреу, енді ол кезде соғыс болады, кейбір ауру мәселелермен біреудің күйеуі қайтыс болса, бірденнен сахабалар ақылдасып, сөйтіп енді анау балалары бар, ол енді жесір қалды, анау балалар жетім қалды деп бір жерде не етіп, егер жағдайы бар сахабалар соған үйленіп, соған пана бола білетін. Ал енді бізде де қазір үйленіп жатқандар бар, екінші әйел, үшінші әйел алып жатқандар. Бұл жерде де әрине ол жағдайға қарау керек. Біз енді осы діни басқарма шеңберінде осы мемлекет мекемелермен келісе отыра осы мәселені бір қарастырсақ деген осындай алда жоспар бар. Жалпы енді екінші әйелге үйленетін жағдайда, үшінші, төртінші әйелге үйленетін жағдайда оларға бір шарт қою керек шығар деген, талап қою керек шығар деген. Мысалы ол үйленген қазіргі бір әйелмен оның жағдайы қандай? Егер үйленетін болса, оны қалай қамтамасыз етеді? Ол мұны бірінші әйелдің оған несі қалай болады? Келісімі, көзқарасы, келісімі қалай болады? Ертең екінші әйелді алам деп бірінші отбасымен ажырасып, дау, сондай ұрыс керіс болып кете ме? Осының бәрін қарастырып, бірізділікке түсіру керек. Өйткені қазір ешкімнен сұрамайды, ойыны тақып, сол үйлену керек деген оймен бірден үйлене салып, кейін ақыры сол ажырасумен біткен, не бірінші отбасы жарытып, ол отбасы болмай, сосын кейінгі отбасымен ажырасып, осындай жағдайлар болып жатыр. Ал енді мынау насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл барысында балалардың нәпақасы, әйелдерге жақсы қарау, оларды барлық нәрсемен, жағдаймен қамтамасыз ету мәселесі бойынша қазір мешіттерде осы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы насихаттар жүргізіліп жатыр. Енді оның да бір басқа да тетіктерін, жолдарын тауып, бір жүйе құрып, осындай жағдайдың, ажырасу жағдайын болдырмау істерін қарастыру керек деп ойлаймын. Жақсы, Хасан аға, үлкен рахмет. Мына уақытыңызды бөліп, бізге арнайы келіп сұхбат бергеніңізге. Ардақты ағайын, бізге берілген студияның уақыты мәресіне жетті. Шынайы өмірімізде ғибрат істеріміз көп болсын.